Сәлем достар, жастардың төмен пайызбен несие алудың шарттары қандай және оны қалай аламыз деген сұрақтар пайда болса, осы видеоны соңына дейін көріп, маған тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ал кеттік. 2023 жылдан бастап несиенің аз пайыздық мөлшерлемесімен жастарға кәсіп бастауға ақшалай қаржы бөлу, яғни 2,5% несие беру, яғни микрокредит деп аталады. Жобаны дайындап, ашық НКА сайтында орналастырылған. Несие болғасын оған кепілдік қою керек, ең басты шарты. Жоба аясында 5 миллион теңгеге дейін кредит алуға болады және оны 5 жылға береді. Кредитті ірі қара мал немесе жылқы өсіремін деп алса, кредит 7 жылға беріледі. Шағын несиені алған жастар алғашқы 1,5 жылында кредит жарнасын төлеуден босатылатынын атап өтті. Яғни 1,5 жыл бойы кредит төлемейді. 1,5 жылдан кейін ғана бастап төлейді. Себебі ол алғашқы бизнес бастағанда кішкене жастар көтеріліп алу мақсатында кредитті алғашқы 1,5 жыл төлемейді. Бұл Қазақстандағы ең төмен 2,5% деген Қазақстанда жоқ процент, яғни ең төменгі процент. Бұл ақшаны жастардың жұмыспен қамтылып, жұмыссыздар саны азаю мақсатында, жастар кәсіп бастасын деген мақсатта ашып отыр. Егер сіздің жасыңыз 21 мен 35 жас аралығында болса, сіз қатыса аласыз. Сіздің ИПіңіз, яғни ИПіңіз бар болса, 5 жылдан асып кетпеуі тиіс. Жастарға арналған жаңа кредит аграрлық несие корпорациясы арқылы беріледі. Жастар ең алдымен агрокредиттік корпорация ақыға құжаттарын өткізіп, өзінің бизнес процесін қорғауы керек болады. Агрокредиттік корпорация ақының әр өңірде филиалдары бар. Бұл жұмысты олар жүргізеді. Яғни, Google-дан теріп қарасаңыз болады, агрокредиттік деп жазсаңыздар, өзіңіздің өңіріңіздегі филиалын, яғни адресін алып, сол жерде немесе телефон номерін алып хабарласып, бұл ақпаратты толығырақ білуге болады. Бізбен бірге соңына дейін болғаныңызға рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар, маған тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Бұл ақпараттарды әлі де толықтыра отырамыз. Сау саламатта болыңыздар.